2 және 3 қаңтар түні 2 өрт оқиғасы тіркелді. Нақтырақ айтатын болсақ, 2 автокөлік отқа оранған. Екеуінің де кейбір жерлері ішінара бөлінген. Сыртқы бояу мен қозғалтқыш бөліктеріне зақым келген. 2 января в 2 часа 2 қаңтар күні 2-ден 23 минут кеткенде бізге 9 аумағында автокөліктің жанып жатқандығы жайлы ақпарат келіп түсті. Өрт орын алған жерге жеткенде белгілі болғандай, Toyota Land Cruiser Lada автокөлігі отқа оранған. Мереке күндері жергілікті өрт сөндірушілер үшін қалыпты өтті десек те болады. Алғашқы өрт 31 желтоқсан түс ауа тіркелген. Басты себеп автокөлікте электр сымдары тұйықталған. Ал екінші өрт жаңа жылдың алғашқы күні Ақтау кентінде орын алыпты. статистика показывает. Нақты ақпаратқа сүйенсек, Мереке қарсаңында 6 өрт оқиғасы орын алды. Оның 2-і тұрғын үйлерде орын алса, 4-і көлікпен қатысты. Жалпы 2018 жылы көлікпен қатысты 32 өрт оқиғасы тіркелді. Оның 10-і қасақана қойылған өрт. Өткен 2018 жылы Теміртау аумағында барлығы 199 өрт оқиғасы орын алыпты. Оқиға орын алған жерде 5 адам қаза тауып, 7 адам әртүрлі дене жарақаттарын алған. Жергілікті Төтенше жағдайлар департаменті, мемлекеттік өртке қарсы күрес басқармасының хабарлауынша қасақана ұйымдастырылған 20 өрт оқиғасы анықталған. Незначительный рост все-таки у нас наблюдается. Қасақана қойылған өрттің саны өсуде. Мысалға алатын болсақ, 2017 жылы 18 өрт оқиғасы тіркелсе, биыл 20-ға өсіп отыр. Теміртау қаласының Төтенше жағдайлар департаменті, мемлекеттік өртке қарсы күрес басқармасының мамандары қыс мезгілінде пеш жаққанда абай болуларыңызды сұрайды. Себебі кез келген аңғалдықтың соңы алапат отқа ұласуы әбден мүмкін. Уважаемые жители города Теміртау. Құрметті Теміртау қаласының тұрғындары, үйден шығарларыңызда барлық электр құралдарының өшірілгеніне көз жеткізіңіздер. Әсіресе қыс мезгілінде өрттің алдын алу үшін пешті жақсылап қараңыздар. Ең бастысы, балаларды назардан тыс қалдырмаңыздар.